Баршаңызға сәлем, есімім Гүлжан, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сөз құрамы. Сөз құрамы түбір және қосымша болып бөлінеді. Түбір негізгі және туынды, қосымша жалғау және жұрнақ болып бөлінеді. Мысалдар қарастырайық. Студенттің деген сөздің мысалы түбірі студент, тің бізде жалғау болып есептелінеді. Неліктен? Тің бұл бізде жалғау, өйткені қосымша жалғанған түбір сөздің мағынасы өзгермеді, сондықтан да жалғау болып есептелінеді. Оқулықта деген сөзді алып қарасақ, түбірі оқулық бізде туынды түбір болып, сондықтан да та бізде жалғау, өйткені туынды түбір сөзге жалғанғанда туынды түбір сөздің мағынасы өзгермеді, сондықтан да жалғау. Тағы да мектепке деген сөзді алып қарасақ, түбірі мектепке бізде жалғау. Түбір сөзге жалғанған қосымша жалғау болады, өйткені түбір сөздің мағынасы өзгермеді. Келесі көздік деген сөзді алып қарасақ, түбірі көздік бізде жұрнақ. Неліктен жұрнақ? Өйткені түбір сөзге жалғанған қосымша мағынасын өзгертті, сондықтан да жұрнақ болып есептелінеді. Бүгінге осы. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.